Сәлем менің құрметті тыңдарманым. Бұл видеода анамның тағдырын қайталадым әңгімесінің жалғасы. Әкем келіспейтін шығар десем, ол кісі неге қарсылық танытпады екен, соны түсінбей отырмын. Маған тұрмысқа әзір шықпа деп жатқаны қайда? Танысы дейін десем, енді ғана танысып білісіп отыр. Әйтеуір ойланып, әлек болып отырғанымда артынша әлгі жігіт шықты. Келді де жаныма отырды. Бірден әңгіме бастап кетті. Екеуміз тіпті таныспаппыз да. Менің есімім Асқар, сенің есімің Назима. Оны білем, жаңа айтты. Қай жылғысың, оны сұрамаппын. Мен үндемей отыра бердім. Жақсы, менімен сөйлескің келмей тұрған секілді. Өтінем, жақынырақ танысып, біраз әңгімелесейік. Жұмыс жасап жүр екенсің. Ертең екеуміз үйленсек те жұмыс жасайсың ба? Мен сонда да сөйлемей қойдым. Солай де, жарайды. Өзің ұзақ ашуланғандықтан кейін үнсіздікті ұнатады екенсің. Ендеше былай жасайық. Егер ертең екеуміз үйленіп жатсақ, сен жұмыс жасамайсың, үйде отырасың. Жоқ, неге үйде отыруым керек? Үйде отырмаймын, жұмыс жасаймын. Жа, мақұл жасайсың. Тек сені сөйлеткім келген. Оның бұл сөзіне шыдамай күліп жібердім. Солай екеуміз сөйлесіп кеттік. Өзі тым ақылды, сүйкімді әрі әзілқой жігіт екен. Маған расында ұнап қалды. Адамды сөйлете біледі. Еркектік мінезі бар, батыл, әрі ержүрек. Екеуміз біраз сөйлесіп болған соң, әке-шешеміздің жанына бардық. Осылай олар өз үйлеріне қайтты. Үйге кірген соң, бірден әкеме бардым. Әке, дұрыс шешім қабылдадыңыз ба? Маған біраз жұмыс жасайсың дегеніңіз қайда? Қызым-ау, осы қалада тұрады екен ғой, жұмысқа жібереміз, бара береді деп жатыр. Жақсы кісілер, көрдің ғой өзіңде, неге сонша ашуланасың? Неге сізді жай ғана рұқсат берді деп жатқаным ғой? Қойшы қызым, шай тамағыңды іште ертерек демал, шаршаған шығарсың. Иә, жарайды әке. Таңертеңгісін жұмысқа бара жаттым. Жолда Асқар жолықты. Мені жұмысқа апарып тастады. Өзімен бірге түрлі тәттілер алып келіпті. Онысына риза болдым. Егер ол мені бұлай еркелете берсе, мен басына шығып аламын ғой, деймін ойланып. Жұмыстан шыққан соң тағы да келіп, саябақта қыдырдық. Кешкі асымызды іштік. Екеуміз осылай күнде кездесіп жүрдік. Оған деген сезімім күшейе түсті. Тіпті оны көрмесем тұра алмайтындай болдым. Бір күндері ол Ташкентке кетпекші болды. Өзі балмұздақпен айналысады екен. Ташкенттен балмұздақтың заттарын алып келуі керек көрінеді. Солай 10 шақты күнге барып қайтамын деді. Қимай әрең қоштастым. Пойызға шығарып салып, өзім вокзалда біраз ойланып тұрып қалыппын. Кенет телефонның даусынан естідім. Анам хабарласып жатты. Алло, анашым, қызым, тез үйге жетші, өтінемін. Мама, бәрі жақсы ма, не болды? Жақсы емес қызым, әкеңнен айырылып қалдық. Тезірек үйге жет. Әкең қайтыс болды. Телефонды қояр қоймас таксиге міндім де үйге қарай асықтым. Келгенше екі көзімнен тоқтамастан жас парлап жатыр. Мұндай боларын кім білген? Бірдемде неге бұлай бола салды? Әкесіз өмірді қалай сүрмекпін? Үйге де жеттім. Біраз туыстарымыз жүр екен. Бір бөлмелі үйімізде тола адам. Ине шаншар орын жоқ. Анам мені сыртқа шығарып, Назима, өз-өзіңді ұста, жараймы? Көрісетін орынға барып отыр. Мамам, не болды өзі? Әкем қалайша? Жүрегі тоқтап, дәрігерлер алып кетті. Тексереміз деп, жанына өзінің бауырлары кетті. Назира ана жақта отыр. Сен де жанына бар. Оған да қиын. Бір-біріне тіреу болыңдар. Мен ас үйде боламын. Анам кетіп қалды. Мен болсам, келген адамдармен көрісіп отырмын. Қанша шыдайын десем де, көзімнен жасым тоқтамай жатыр. Бұлай боларын кім білген? Арада біраз уақыт өтті. Әкемді қара жердің қойнына тапсырдық. Белгілеп қойған тойдың уақытын өзгерттік. Әкемнің қырқын өткізуге дайындалдық. Уақыт шіркін демде екен ғой.
адамның емес Алланың дегені болды. Әкемнің 40-ын өткізіп болған соң көп ұзамай үйден ұзатылып шықтым. Өз үйіме, өз отбасыма бардым. Бірақ барған соң барлығы өзгерді. Күйеуіммен бірге құда түсіп келгендер оның ата-анасы емес екен, туыстары екен. Асқардан неге оны жасырғанын, туыстары болса, туысым деп неге айтпадың десем үндемейді. Үйде қартайған, 70-тен асқан, жүре алмайтын анасы бар екен. Ал әкесі бұрындары қайтыс болып кетіпті, және бір қарындасы бар. Олардан нақтысын сұрағанымда да тек осыларды айтты. Бойдақ кезінде күнде қыдыртып, әр нәрсе әперіп жүрген Асқар енді жоқ. Мінезі өзгеріп, үйден көп шығатын болды. Тіптен апталап үйге келмейтінді шығарды. Оған не боп қалды деп ойлаумен болдым. Күйеуімнің туыстары болса, қашан көтересің, аяғың ауырлады ма деген сұрақтармен мезі етті. Қалайша аяғым ауыр болады, егер күйеуім үйдің бетін көрмесе? Ақыры Асқар үйдің бетін көрді. Келді де шаршап жатырмын, жұмыс көбейіп кетті деп ұйықтап қалды. Оған мен қарап тұрамын ба? Неге үйге келмейсің? Қойшы Назима, неге қоямын? Сен жақтағылар менің миымды жеп жатыр. Мен қалай қоямын? Не істеп жүрсіз өзі? Қойшы дедім ғой саған. Неге жыныма тие бересің? Ұнамай ма кет? Барда шешең мен сіңіліңнің жанына бар. Бұлай миымды жейтініңді білгенде сені алмаста едім. Бұл сөзі қатты жыныма келді. Ол мені тіпті көзіне де іліп тұрған жоқ. Заттарымды жинадым да кетіп қалдым. Ол маған қайта хабарласа ма деп үміттендім, бірақ хабарласпады. Үйге бардым. Тіп-тіке жүретін менің басым салбырап келді. Анам мен сіңілім түрімен қарап шошып кетті. Не болғанын түсіндіріп айтқанымда олар қатты таң қалды. Себебі оларға бұл жайды мүлде айтпағанмын. Өте бақыттымын деп алдап қоя салатын едім. Бірақ анам келген себебімді білсе де қайт деді. Оған таң қалған мен, мама, неге олай дейсіз? Көріп біліп тұрсыз ғой, ол мені өзі қуды. Мүмкін біреумен ұрсып, ашуын сенен алған шығар. Олай босқа нәрсеге даурыға берме, бұлай болмайды. Ел жұрт естісе не дейді? Ұят болады қызым. Мам, бірақ ол хабарласпады да ғой, мен не істей аламын? Үйіндегі 70-тен асқан шешесін қараймын-ау, бірақ күйеуім үйде жоқ болса, мен не істеймін? Жынды болайын деп қаламын, әр нәрсені бір ойлап жынданамын, мам. Қызым, қой болды, мені іздемеді деп кінәні одан іздей берме. Жұмыстан шаршап келгенде бірден зікеңдеп, мұның дұрыс емес. Демалып болған соң таңертең сөйлессең де үлгеретін едің. Бар енді бара ғой қызым. Анамның айтқанын жерге тастамай қайттым үйге. Күйеуім үйде екен. Кірдім де кешірім сұрадым. Бірақ үндемеді. Мүмкін маған ашулы шығар деп жүре бердім. Қайта бетіне қараймын. Бірақ менен жүзін ала қашады. Барған күні ертесіне тағы да кетіп қалды. Мен бірақ бұл жолы бәріне шыдадым. Анамның айтқандары есіме түсіп, кетуге шыдамым жетпеді. Кәрі шешесіне қарасам, қаусыраған, дұрыстап сөйлей де алмайды. Маған дұрыс тіл де қатпайды. Ал қайын сіңілім болса, басқа қалада оқуда. Үйге көп келмейді. Кәрі енемнің шай тамағын беріп, күнім есікпен телефонға телмірумен өтті. Жұрт болса мені өсектеп әлек, бедеу екен, мүмкін бермей жүрген шығар деп кінәлаумен әлек болды. Ешкім еркектен кінә іздемейді, барлық кінә әйелден. Қанша күнде екенін білмеймін, күндердің күнінде күйеуім үйге келді. Бұл жолы шыдамадым. Маған еш нәрсе айтқыңыз келмей ме? Ода үн жоқ. Мен сізге зат емеспін. Егер жасырып жүргеніңіз болса айтыңыз. Мен қазір жүк көлігін жалдап қойдым. Үйге дей бергенде есік қоңырауы басылды. Асқар барып есікті ашты. Екі кісі келіп, диванды, шифонерді, кухняны бұза бастады. Асқар, менің артымнан келген заттарды неге бұзып жатыр? Олар біткенше жүр сыртқа сөйлесіп қайтайық. Сыртқа шықтық. Асқар, сенен бір нәрсені жасырдым, және сол үшін кешірім сұраймын. Толық айтайын, сөзімді бөлме. Менің әйелім бар, бір қызым бар. Сені тек тоқалдыққа алдым, анама қарасын деп алдым. Мен сізді сүйдім ғой, шын жүрегіммен сүйдім.
қатты жақсы көрдім. Тоқта, менің әйелім бар, екеуіңді бірдей жақсы көремін деп ойладым. Бірақ сен өз әйеліндей бола алмайды екенсің. Қазір үйіңе апарып тастаймын. Шешеңнен бір ауыз кешірім сұраймын. Үйдегі жүк, киім бәрін жүк көлігіне салды. Сонан соң көлікке отырдық та төркініме қарай жүре жөнелдік. Бардық та мені анамның қолына ұстатты. Жылауға да шамам жоқ. Ештеңе түсіне алар емеспін. Күйеуім, яғни бұрынғы күйеуім осылай мені үйіме әкеліп тастап кете барды. Менің анамның тағдырына ұқсас тағдырым осы. Енді анам сияқты жарым жан ажырасқан біреуге тұрмысқа шығатын шығармын. Білмеймін. Әйтеуір қазір үлкен күйзеліске түстім. Мұндайды ешкімге тілемеймін.